Саламатсыздар ма оқушылар? 10 сынып алгебра 1-9 есеп. Бірінші есеп мәндер облысын табу керек. Мына жерде былай істейік. 2 плюс туурасында x тең y деп екеуінің орнын өзгертейін. Бұдан x-ті y арқылы өрнектейтін болсам, y минус 2 болады. Бізде оң саннан түбір табылады және 0-ден түбір табылады. Сондықтан y минус 2-ні оң немесе 0-ге тең деп теңсіздік шығарамын y артық 2-ден. Бұдан жауап мәндер облысы 2-ден плюс x-ке дейін болады екен. Біріншісі. Енді екіншісін қарастыратын болсақ, мынаны жаңа шығарып былай істейік. Түбірасында x тең минус y деп алайық. Минус y артық 0-ге немесе тең 0 деп алайық та. Бұдан y мына минус мына жағына бөліп жіберсем, кіші 0-ден болады. Сонда мәндер болса минус шексіздіктен 0-ге дейін болады екен. Келесі үшінші жағдайда да дәл сондай. Мынаның түбірасында x-ті теңдіктің сол жағына шығарайын да 10 минус y деп былай шығарайын. Енді бізде 10 минус y-ті оң немесе 0-ге тең деп шығарам. Мынаны минус y артық немесе тең минус 10. Теңдіктің екі жағын минусқа бөлсем, тегісті қарама қарсыға өзгереді 10. Сонда мәндер болса минус шексіздіктен 10-ға дейін болады екен. Келесі төртіншісін қарастырайық. Түбірасында x тең y-ті мына жағына шығарып жіберейін. Минус 2,3 минус y деп. Сонда минус 2,3 минус y артық немесе тең 0 деп аламын. Минус y артық немесе тең 2,3. Минусқа бөлгенде теңсіздік қарама қарсы өзгереді. Минус 2,3. Жауап мәндер болса минус шексіздіктен минус 2,13-ке дейін. Жақша. 1-10 есеп мәндер жиын табайық. Бірінші жағдайда мына теңдіктің оң жағы мен сол жағын былай ауыстырып алайын. Былай деп. Бұдан модуль ішінде x тең y минус 4 деп x-ті y арқылы өрнектеймін. Модуль ішінен сан оң сан болып шығады. Сондықтан y минус 4-ті оң немесе 0-ге тең деп теңсіздік шығарам. Бұдан y артық немесе тең 4-тен. Сонда мәндер болса 4-тен плюс x-ке дейін болады екен. Келесі екінші жағдайда, бұнда да дәл сондай былай жазып алайын. 2 теңдіктің оң жағы мен сол жағын ауыстырып алайын. Модуль x тең y қосылған 11. Модульден оң сан болып шығады бізде. Сондықтан мынаны оң немесе 0-ге тең. Y артық немесе тең минус 11. Жауап мәндер болса минус 11-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Үшінші жағдайда дәл сондай. Мына жерде минустан құтылу үшін мынаны мына жағына, мына y-ті мына жағына шығарайын. Сонда түбірасында модуль ішінде x тең 6 тұра береді, минус y деп алайын. Сонда 6 минус y-ті оң немесе 0-ге тең. Минус y артық немесе минус 6, y кіші немесе тең 6. Сонда мәндер болса минус шексіздіктен 6-ға дейін болады екен. Төртіншісінде қарастырып жіберейін. Бұнда да бана үшінші сияқты екеуі мынаны x-тің жағында, y-тің жағына шығарып жіберейін. Сонда модуль ішінде x тең минус 2 азайтылған y. Минус 2 азайтылған y-ті оң немесе 0-ге тең. Минус y артық немесе тең 2, y кіші немесе тең минус 2. Мәндер болса минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болады екен.